Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге таңқурайды қысқа қатырудың жолын көрсетемін. Ол үшін жемістердің барлығын қоқыстардан тазартып алғаннан кейін жуудың қажеті жоқ. Дәл осылай тоңазытқышқа пергамент қағазын төсеп, дәл осылай рет-ретімен араларын алшақ етіп тізіп шығамыз. Бірінші қатар біткеннен кейін үстіне тағы да пергамент қағазын төсеп, екінші, үшінші, төртінші қатарды да дәл солай сақтаймыз. Ешқандай да уайымдамасаңыздар болады, өйткені пергамент қағазына жемістер жабыспайды түбі. Барлығы дәл солай сол қалпында формасын сақтайды. Міндетті түрде тоңазытқышта ең кемі 24 сағат сақтауға тырысыңыздар. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай барлық жемістер формасын дәл сол күйі сақтап,